Сәлеметсіздер ме, торпақтар, менің алтын қымбатты жандарым. Бүгін көріп тұрғаныңыздай мен жалғыз емеспін. Бүгін екеуміз бірге астрологияны айтатын боламыз. Сонымен бұл сіздердің 26 жылдың маусым айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Сонымен маусым айында сіздерді не күтіп тұр? 3 баяу қозғалатын алып планета үшбұрыш қарап тұр. Плутон жорамалдың 10-шы үйінде. Бұл қоғамдағы рөліңіз, жетістіктеріңіз, қандай да бір мақсаттарға жетуді қалайтыныңыз. Уран 2-ші ақша және құндылықтар үйінде. Сіз үшін не маңызды, не маңызды емес. Ал Нептун 12-ші үйде. Неден бас тарту керек? 12-ші үй тазарту, арылу және өзіңізді тану үйі. Осы 3 планета сізге бүкіл ай бойы өміріңіздегі құндылықтарды қайта қарап шығу керек шығар деп тұрғандай болады. Не маңыздырақ, нені қалдыру керек, немен әрі қарай жүру керек деген және неден бас тарту, арылу, жеңілдеу керек деген өзіңізді тану, шын мәнінде сіз үшін не құнды екенін түсіну маңызды болады. Осы сұрақтар бойы сіздерде негізгі фон болады, қымбатты торпақтар. 31 мамырда, мамырдың соңғы күні толық ай болған. Ол маусымның алғашқы аптасында, тіпті жаңа айға дейін 2 апта бойы әсер етеді. Бұл толық ай сіздердің 8-ші қаржы үйлеріңізде болады. Толық ай қаржылық жағдайды айқындайды. Бұл салықтармен, несиелермен, ортақ ақшамен байланысты болуы мүмкін. Мысалы, ортақ бизнес, алимент. Қазір мен айтып алайын, жүре ма? Мысалы, ортақ бизнес, алимент, сақтандыру, күйеуіңіздің немесе жұбайыңыздың ақшасы. Яғни қаржыға қатысты мәселе 31 мамыр шамасында анықталады. 8-ші үй жақын қарым-қатынастар үйінде. Бірақ бәрібір бұл жерде қаржы мәселесі аралас болады. Себебі сіздерде ақшаға қатысты жаңа айда болады. Сондықтан маусым бойы ақша тақырыбы түрлі оқиғалар арқылы өтіп тұрады. Мүмкін сіздер қандай да бір келісім жасайсыздар. Бірдеңе сатып аласыздар, немесе сатасыздар, қаржылық құжаттарға қол қоясыздар. Мүмкін нотариуста мәміле болады. Ақша беру, инвестиция салу, немесе керісінше инвестиция салу, немесе керісінше қайта қаржыландыру. Не бір жерден ақшаны шығарып алу мәселесі болады. 2-ші маусымда Меркурий сіздердің 3-ші үйлеріңізге кіреді. 3-ші үй қарым-қатынас, байланыс, таныстар, көршілер, туыстар үйі. Мүмкін әпке бауырларыңызбен кездесулер болуы да мүмкін. Бір жаққа сапарға шығуыңыз мүмкін. Қысқа сапарлар да осы үйге жатады. Көлік сатып алу, немесе сату да 3-ші үймен байланысты. Егер бірдеңе сатып алсаңыздар, немесе сатсаңыздар, техника алсаңыздар, оны 15-ші маусымға дейін жасаған дұрыс. Себебі айдың 2-ші жартысында Меркурий баяулап, кейін ретроградты қозғалысқа өтеді. Сондықтан да маусымның 1-ші жартысы мәмілелерге, сатып алуларға, маңызды құжаттарға қол қоюға, сұхбаттарға, маңызды кездесулерге өте қолайлы. Меркурий 3-ші үйде сіздерге дұрыс сөйлеуге, байланыс орнатуға көмектеседі. Оқу да болуы мүмкін. 3-ші үйде Меркурий оқу, сертификат, диплом алу сияқты нәрселерді береді. 8-ші және 10-ші маусым аралығында керемет кезең Венера Юпитермен қосылады. Бұл да 3-ші үйде болады. Венера кіші бақыт, сыйлықтар және махаббат планетасы. Юпитер үлкен бақыт пен молшылық планетасы. Бұл өте ерекше қозғалыс 8-ші, 9-ші, 10-ші маусым күндері. Танысу, байланыс, ақпарат алу саласында үлкен сәттілік болуы мүмкін. Бұл махаббат, кездесу, өмір бойы
есте қалатын таныстық болуы да мүмкін. Мүмкін сіздер көптен бері тапсыра алмай жүрген емтиханды тапсырасыздар. Ала алмай жүрген құжаттарды аласыздар. Мүмкін көшу немесе армандаған көлікті тиімді бағамен сатып алу болуы мүмкін. Өте жақсы күндер. 14 маусымда Венера 4-ші үйге өтеді, иә? Венера бізге ұнайтын барлық нәрсе. Мерекелер, дастархан, жайлылық. Ал 4-ші үй бұл отбасы тұратын жеріміз. Үйге қатысты жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Азаматтық тіркеу, құжаттарға жаңа елдің паспорты. 4-ші үй ата-аналармен де байланысты, сондықтан ата-аналарға қатысты жақсы жаңалық болуы мүмкін. Немесе сізге сыйлық, посылка келетін шығар. Үйге әдемі заттар аласыздар. Перде, жастық, мүмкін декор. 15 маусымда жаңа ай болады. Жаңа ай 2-ші ақша үйінде өтеді. Иә? Оран бұл үйге кіріп, сіздердің ақшаға деген көзқарастарыңызды өзгертіп жатыр. Қалай табыс табасыздар, ақшаға қалай қарайсыздар, бәрі өзгере бастайды. Жаңа ай, жаңа энергия. Бұл жаңа табыс көзі, жаңа жұмыс, жаңа клиент, ақша әкелетін жаңа жоба болуы мүмкін. Мүмкін сатып алу немесе мәміле болады. Немесе мүлде жаңа құндылықтар жүйесі қалыптасады. Ақшаны қайда жұмсау керек, не маңызды екен басқаша түсіне бастайсыздар. Мысалы, денсаулыққа көбірек мән беруіңіз мүмкін. Жаңа тамақтану жүйесі, жаңа әдеттер енгізуіңіз мүмкін. Уақытты басқаша жоспарлай бастайсыздар. 2-ші үй өзін-өзі бағалау үйде. Өзіңізді көбірек бағалай бастайсыздар. 21 маусым жазғы күн тоқырауы. Бұл өте мистикалық, ерекше күн. Тілектер тілеуге, ритуалдар жасауға қолайлы. Жарық күштері қараңғылықты жеңеді деп есептелінеді. Сондықтан да бұл өте қуатты күн. Ойларыңызды бақылаңыздар. 22 маусымда күн 3-ші үйге кіреді. Ол Меркурий, Венера мен Юпитер тұрған жерге өтеді. Және қарым-қатынас тақырыбына энергия береді. Көп кездесулер, хат алмасулар болады, қоңыраулар, хаттар, кездесулер көбейеді, сапарлар да болуы мүмкін. Тоқта. Сонымен жалғастырайық, сапарлар да болуы мүмкін. 29 маусымда Марс сіздердің белгілеріңізде, торпақ белгісінде болды. Ол бүкіл маусым бойы энергия бастама қозғалыс береді. Сіздерде күш көп болады. Мүмкін спортпен айналысасыздар. Бір нәрсеге белсенді түрде қол жеткізесіздер. Жаңа бастамалар болады. Ал 29 маусымда Марс 2-ші ақша үйіне өтеді. Жаңа ай болған жерге өтеді. Бұл көп жұмыс пен көп шығын беруі мүмкін. Марс ақша секторында ақшаны жағып жіберуі мүмкін. Көп шығын болуы мүмкін. Демалысқа кетіп ақша жұмсау сияқты. Бірақ сонымен бірге көп табыс та, көп клиент, көп жұмыс әкелуі де мүмкін. 29 маусымнан кейін қымбат заттар сатып алмаған дұрыс. Техника, көлік, пәтер. Себебі дәл осы күні Меркурий ретроградты қозғалысқа өтеді. Және 23 шілдеге дейін сонда болады. Бұл 3-ші үйде өтеді, сондықтан ескі таныстар қайта хабарласуы мүмкін. Бұрын көрмеген адамдар жазады, қоңырау шалады, туыстар қайта келуі мүмкін. Бұрынғы оқу немесе құжаттарға қайта оралу болуы мүмкін. Көлік құжаттарын қайта рәсімдеу, емтиханды қайта тапсыру, бұрынғы оқуға оралу да ықтимал. 3-ші үй техникамен де байланысты, сондықтан бірдеңені қайтару, ауыстыру, курьерлер мен посылкалардың кешігуі болуы мүмкін. Бір нәрсе жоғалып кейін табылуы мүмкін. 29 маусымда тағы да бір толық ай болады. Бұл 9-ші үйде өтеді. 9-ші үй сәттілік, көкжиектегі кеңейту, жаңа білім, жаңа көзқарас, шетел үйі. Шетелге сапар, виза, шетелдік паспорт, билет алу, қонақ үй броньдау,
болуы мүмкін. Бұл сенімдеріңізбен, өмірлік ұстанымдарыңызбен байланысты. Ұстазбен кездесу, рухани сапар, маңызды оқу болуы мүмкін. Мүмкін сіздер лекция оқисыздар, немесе басқа мәдениет өкілдерімен танысасыздар. Басқа мәдениеттегі адамдар тағам, кітап, фильмдер арқылы тану болуы мүмкін. 9-шы үй заң үйі де. Сондықтан сот ісінің аяқталуы, заңгермен жұмыстың бітуі, келісімді қайта қарау болуы мүмкін. Бірақ 29 маусымда жаңа келісім шарттарға қол қоймаған дұрыс. Сотқа жаңа арыз бермеген жөн. Ал апелляция беруге болады, себебі ретроградты Меркурий қайта қараумен байланысты. Оқу, білім алу керісінше жақсы нәтиже береді. 29 маусымнан 23 шілдеге дейін әсіресе сапарларға байланысты кешігулер, рейстердің ауысуы немесе тоқталуы болуы мүмкін. Осындай қызықты маусым күтіп тұр сіздерді, қымбатты торпақтар. Сіздерді сүйемін. Біз сіздерді сүйеміз. Сүймейміз ба? Құшақтаймыз, е? Сіздерге сәтті ай тілейміз. Сау болыңыздар.